Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз песочный печенье дайындаймыз. Жасалу жолы жеңіл және өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Менің каналымда печеньенің бірнеше түрі бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажет жұмсақ 200 грамм сары май. Одан кейін 150 грамм қант пудрасы, болмаса қант қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып аламын да миксерлеймін. Ағарғанға дейін, кішкене пышны болғанға дейін. Одан кейін бір жұмыртқаның сарысын саламын. Және ванильный қант қостым. Егер болмаса, қосудың қажеті жоқ. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін 200 грамм ұнға бір қасық крахмал қостым. Ол кукуруз крахмалы. Және 2 бөліп себеміз. Және осылай лопаткамен араластырамын. Біздің қамырымыз қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Формаға келетіндей болса болды. Көріп тұрғандай. Мен осындай насадка қолданамын, өкінішке орай бұның номері жоқ. Сіз открытый звезда, болмаса закрытый звезданы қолдансаңыз болады. Жалпы бұл қамырмен кез келген форманы жасап көрсеңіз болады. Мінекей осындай гүлдер шығады әдемі. Ұштарын осылай әдемілеймін, себебі бетіне қазір шоколад қоямын. Шоколад болмаған жағдайда джем, болмаса варенье қойсаңыз да жақсы болады. Менде шоколадные капельки. Орех қойсаңыз да әдемі болады, және де дәмі күшті болады. 180 градуста 17-20 минуттың ішінде пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.